Ал енді құрметті ағайын, бүгін жол сапарменен осы қазақ ішіне дін жолын таратқан Ноғайда шыққан Қазақай Ахунның баласы, бір баласы Мұхаммеджан деген осы арада жатыр. Бұл кісі 87 жасқа келіп қайтыс болыпты. Енді мен құлпытасты оқиын. Бұл Ноғай руы дейді. Ноғай руы. Қазақай Ахунның баласы Мұхаммеджан қазы дейді. Қазы, яғни қазы болған. Ертеректегі жаңағы діни сауатты адам болған ғой, қазы. 87 жасында уфат болды дейді. Жаздырған баласы Әл-Мұхаммед Мырза рухына фатиха дейді. Енді бұл бұнымен бітпейді. Ноғайлының шектілерге келгендегі мұнау шектінің таңбасы. Мұнау ноғайлардың өздерінің таңбасы. Мұна таңба естеріңізде болсын. Енді бұл кісінің мұнарадағы жатқан, мұна жатқан, қазір шөптің қойды. Шөптің қатсарым жаңа? Әне үстін. Мұнарадағы жатқан мұна кісі міне көріп тұрсыздар ағайындар. Мынау мінекей. Бұл осы Мұхаммеджан атамыздың зайыбы кемпірі болуы мүмкін. Бірақ мұнда аты ештеңесі жазылмаған. Әйтпесе жақын адам болмаса мынандай қылып қасына қоймайды. Өйткен себебі қазақта кемпір қай жағында жатады? Сол жағында. Бұл жағында жатады әлде. Әйтеуір бірақ мына кісі осы мына қазақ таңбасы тұр. Таңба Ноғай таңбасы. Ноғайдың таңбасы тұр. Осы кісінің жақын адамы. Көрдіңіз ғой? Иә. Міне атаңыз осы. Атамыз осы. Атаң міне Мұхаммеджан деген. Мұхаммеджан қазы атам. Иә, Мұхаммеджан қазы деп жазып тұр ғой. Көрмесіз бе? Қазы деп өз алдына. Қазы. 87 yaşında дейді. Уфат болды. Жаздырған баласы Әл-Мұхаммед Мырза дейді. Ол да теген адам болмай тұр. Мырза деп анау мынау адамды айтпайды. Сол уақытта атақ босқа берілмейді ондай. Ал. Мінекей. Енді бұған әкелесіздер. Мына сыртын қаптайтын угольник бар емес пе? Иә. Сол угольникпен қаптайсыз ғой сыртын мынаны. Сыртын угольникпен желательно. Сосын егерде бұл әлде де уақытқа төтеп берсін десеңіз, шыдасын десеңіз, қолдан келсе жылқының майы бар емес пе? Иә. Сол жылқының майымен бір майлап жіберсеңіз, бұл әлде де әдәуір уақытқа шыдайды. Түсініңіз ғой? Біз енді тамадық болса, жаңадан қазақша... Иә, қазақша қапталына қоясың ғой. Иә. Бірақ мынау паспортың. Мына жаңадан қойғаныңды дәлелдейтінің ғой мынау. Иә. Мынау міне көне менің қолымда паспортым бар дейсіз ғой, міне құлпытасыңыз. Міне осылай мына сыртын қаптайсыз. Бұл көнесі. Бұл мына кісінің сол екенін дәлелдейтіні. Иә, анау екі бастан қасындағы жатқан. Мына екеуін байқап тұрсыз ба? Екі ноғайды бірге қойып тұр ғой. Бірге қойып тұр. Көріп тұрсыз ба? Ноғайдың таңбасына дейіп тұрған екен. Таңбасына дейіп. Ноғайдың таңбасы мұнда түсіз кім? Абай. Абай міне. Ноғайдың таңбасын көрдіңіздер ме? Шектіге кірме. Ноғайдың таңбасы. Енді мұнда қараңыз. Ноғайдың таңбасы. Көріп тұрсыз ғой? Көріп тұр. Енді міне ақтағы Құландыдағы сендердің Байсақал деген аталарының басында тап осы таңба тұр. Байсақалдың. Енді Байсақалдың немерелері соларда жатқан Құландының басында. Иә. Ана жаңағы түбектегі жатқан. Онда бір емес екі, үш адамы жатыр Ноғайдың. Ноғайдың үш адамы жатыр оларда. Байсақал бөлімінен дейді. Абақтың Ноғай деп жазған. Ал мінекей, басы қарайтылған. Ал, құрметті бауырлар, бүгін 2023 жылғы 19 тамыз күні сағат жергілікті 2:30-да Қошқарата қорымына Айшуақ совхозы бұрынғы соның аумағындағы Қошқарата қорымына келіп тұрмыз. Келу себебіміз осыдан 2 жыл бұрын мына тұрған Самат Әлжанов азамат бізге осы сіздердің аталарыңыз сол қорымда жатыр деп айтқан болатын.
Мұхамбетжан, Қазақай баласы Мұхамбетжан қазы сол бейітте жерленген. Мен соның құлпытасын оқыдым деп айтқан болатын. Содан бері уақыт өтті, бірақ енді Алланың қалауымен бүгін осы бейітке келіп тұрмыз. Атамыздың басын көріп, құлпытасын оқытып, қайтадан орнына шашылған осы жерге қойып, қазір оқытып тұрмыз. Одан енді бауырлар, осы біздің жаңағы атамызды бұл жерден табылады деп ешкім ойлаған жоқ. Әрине бұл осы азаматтың осы халыққа істеген қызметінің бір бөлшегі. Алладан қайтсын, атама әруақ қолдасын. Ендігі мақсатымыз құлпытасын жаңартып қойып, басына шағын бір садақа айтсаңыздар. Бұл да бір Алланың бізге берген бір бақыт шығар, атамыз. Ал аман болайық, сау болайық. Мынау Алланың бүгін бір сәтті күні осының басына келіп тұрмыз. Баршаңызға рахмет.